Мен Машықкер Деспаева Мадина Айдарқызы. Бүгін 3-ші сыныпқа арналған дүниетану сабағынан видео сабақ жүргізетін боламын. Бүгінгі біздің сабақтың тақырыбы менің ата-тегім қайдан бастау алады. Оқу мақсаттары: отбасы мүшелерінің арасындағы туыстық қатынастарды түсіндіру, әулет шежіресін құру. Сабақ мақсаттары: барлық оқушылар рудың ендігі жалғасы өздері екенін жете түсінеді. Көптеген оқушылар шежіренің не екенін біледі. Кейбір оқушылар өзінің шежіресін құрастырады. Сәлеметсіздер ме, балалар? Қазір бізде дүниетану сабағы. Сабағымызды бастамас бұрын кішкене көңіл күйімізді көтеріп алайық. Ол үшін менің айтқанымды дұрыстап тыңдаңдар. Біз қазір көрші әдісін қолданатын боламыз. Көршіңді оң жақтан құшақта, көршіңді сол жақтан құшақта. Оң жақтағы көршіңе бір жымиып, сол жақтағы көршіңе бір жымиып. Бүгінгі әдіс барысы: бәріміз бір отбасы. Жарайсыңдар, балалар, өте керемет. Ендеше орнымызға отырамыз. Сабағымызды әрі қарай жалғастырамыз. Балалар, өткен сабақта біз қандай тақырыппен таныстық? Дұрыс айтасыңдар, өткен сабақта біз мен, сен, ол, олар барлығымыз бір отбасымыз тақырыбымен таныстық. Балалар, үй тапсырмасына барлығымыз жақсы дайындалып келдік деген сенімдемін. Оны тексеру үшін ақсүйек әдісін қолданайық. Ол үшін қазір сендер өздеріңнің маңайларыңнан сүйектің суретін іздеп табу керексіңдер. Қанеки, кім суретті тапты? Демек, суретті тапқан оқушылар үй жұмысын айтатын болады. Ол үшін мен ол оқушыларға сұрақтар қоятын боламын. Қане ендеше бастаймыз. Сендерге үй тапсырмасына тақырыпты түгел оқып, мазмұндап келу берілген еді. Сондықтан бұл сұрақтың барлығына жауап бере аласыңдар деген сенімдемін. Қане бастайық. Кімдерді туысқандар деп атайды? Өте керемет. Келесі кімде сүйектің суреті? Туыс ұғымын қалай түсінесің? Өте керемет. Келесі оқушы: қандай туысқандық байланысты анықтайтын атауларды білесің? Өте керемет. Қанеки, келесі оқушы: өз отбасың жайлы әңгімелеп берші. Келесі оқушы: әкең мен анаң кімді қызым дейді, ал кімді ұлым деп атайды? Өте керемет. Келесі сұрақ: кім кімге аға мен іні немесе әпкесі мен қарындасы, сіңлісі болады? Кімдерді ата мен әже деп атайды? Кім кімге немере болады? Жарайсыңдар. Балалар, әкесі мен анасының ата-аналарын қалай атайды? Қане ойланамыз. Өте керемет. Жарайсыңдар, балалар. Енді барлығымыз тақтаға назар аударайық. Балалар, бұл суретте не бейнеленген? Қалай ойлайсыңдар, бұл не? Дұрыс айтасыңдар, балалар. Бұл суретте 7 ата берілген, яғни шежіре немесе ата-тек деп атауға болады. Оқушылар, сендерге ата-тектің қайдан бастау алатындарын қызық па? Неліктен бұл суретті сендерге көрсетіп отыр деп ойлайсыңдар? Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз осы ата-текке байланысты болып келеді. Біздің жаңа тақырыбымыз менің ата-тегім қайдан бастау алады. Бүгінгі сабақта біз ата-тек, тектілік, шежіре жайлы білетін боламыз. Балалар, қане менің сұрақтарыма жауап беріп көріңдерші. Ата-тек дегеніміз не? Сен өзіңнің ата-анаңның, арғы аталарыңның аты жөндерін білесің бе? Өте керемет. Ендеше барлығымыз оқулықтың 28-ші бетіне назар аударайық. Бұл жерде не берілген? Бұл жерде тектілік, шежіре жайлы айтылған. Ендеше бұл жайлы маған оқып бере ғой. Бәріміз мұқият тыңдаймыз. Тектілік сөзінің өзі тек сөзінен шығады. Біздің әрқайсымыздың тегіміз көнеден бастау алған ежелгі бір ру тайпаның ұрпағы. Адамдар өз ата-тегін таратқанда бір атадан өскен әулеттің ұрпақтарының тізбесін жасайды. Көптеген халықтар шежірені тармақталған ағаш бұтақтарына балайды. Қазақ халқы әулеттің шығу тегі мен таралуын шежіре деп атайды. Қазақ халқы ата-тегін ерлер тарапынан, яғни әке жағынан таратады.
Салт дәстүрге сай жеті атасын білу аса маңызды. Жеті атасын білу тектілік деп саналады. Жарайсың, өте керемет. Балалар, бұл мәтіннен не түсіндіңдер? Бұл мәтінде не жайлы айтылған екен? Я, балалар, жарайсыңдар. Сендер шежіре жайлы не білгендеріңді, шежіре не екенін қалай білетіндеріңді білу үшін мен сендерге мынандай қима қағаздарды таратып беремін. Бұл жұптық жұмыс болып келеді. Сендер шежіре сөзіне ассоциация құрастыру қажетсіңдер. Яғни, шежіре туралы не білесіңдер, осы қима қағазына жазасыңдар. Жұп пен тапсырманы жақсы орындап шықтыңдар. Ендеше ары қарай жалғастырамыз. Оқушылар, шежіре ағашының суретіне назар аударайықшы. Ұрпақтар сабақтастығы қалай аталады? Ағаштың қай жағынан бастап оқимыз? Қанеки? Я, дұрыс айтасыңдар, біз ағаштың астынан оқимыз. Яғни, бала, екінші, әке, үшінші, ата, төртінші, арғы ата, бесінші, баба, алтыншы, төп ата, жетінші, тек ата. Жарайсыңдар, балалар. Ендеше ары қарай біз дәптермен жұмысты бастайық. Ол жерде бізге шежіреге байланысты тапсырмалар берілген. Балалар, тапсырмаларды орындадық. Ендеше бәріміз орнымыздан тұрып, бір сергі балайық. Ол үшін барлығымыз тақтаға назар аударып, іс-қимылдарды қайталайық. Қайсы алақан, саусақтарың айбат, былай ойнат. Бала балапан, қайсы алақан, саусақтарың айбат, былай ойнат. Бір қадам алға басамыз, алақанмен соқ. Бір қадам артқа басамыз, аяқпенен топ. Бір қадам алға басамыз, алақанмен соқ. Бір қадам артқа басамыз, аяқпенен топ. Балалар, бәріміз бір сергіп алдық. Ендеше ары қарай біз топпен бір сұхбат жүргізейік. Сұхбаттың негізі ол жеті ата шежіреге байланысты, яғни жеті атаны білу маңызды ма тақырыбына жүргізіледі. Біз бұл сұхбатты былай жүргізетін боламыз. Бірінші қатар екінші қатарға, екінші қатар үшінші қатарға, ал үшінші қатар бірінші қатарға сұрақтарды қояды. Ол сұрақтардың негізгі тақырыбы жеті атаны білу маңызды ма екенін ұмытпаймыз. Жарайсыңдар, балалар, өте керемет. Ендеше мен сендерге талқылауға арналған тағы да бірнеше сұрақтарды қояйын. Балалар, қалай ойлайсыңдар, неге шежірені ағаш түрінде береді? Қанеки бәріміз ойланып көрейік. Ал ағаштың жапырақтары мен тамырлары нені білдіреді екен? Өте керемет, жарайсыңдар, балалар. Балалар, сонымен шежіре дегеніміз не екен? Жарайды. Ал жеті атаны білу маңызды ма? Өте керемет. Ал сендер өздеріңнің жеті аталарыңды білесіңдер ме? Қанеки, кім біледі, қолдарымызды көтерейікші? Өте керемет. Ал кім өзінің жеті аталарын дұрыс білмесе, балалар, үйден ата-аналарымыздан сұрап, жаттап келейік. Ендеше балалар, сабағымызды қорытындылау үшін мен қазір сендерге мынандай қима қағаздарды таратып беремін. Сендер қиылған алақанның әр саусағына берілген сөйлемдерді аяқтай отыра өздерінің пікірлеріңді жазасыңдар. Яғни, мен бүгін білдім. Сендер бүгінгі сабақта не білдіңдер, соны жазасыңдар. Менің түсінгенім, сабақта не түсіндіңдер, соны жазасыңдар. Мен үйрендім, нені үйрендіңдер? Менің қиналғаным, яғни сендер бүгінгі сабақта қай жерде қиналдыңдар, соны жазасыңдар. Мен қалаймын, яғни сендер бұл сабақта нені өткендеріңді қалайсыңдар, соны жазып алақандарыңды тақтаға іліп қоясыңдар.
Мен бірнешеуін оқып, бәріміз бірге бүгінгі сабақта не өткенімізді, кім не түсінді, не түсінбегенін талдап шығамыз. Өте керемет балалар, ендеше күнделіктерімізді ашамыз. Бүгінгі бізге үйге тапсырма, өз атаң немесе бабаң туралы әңгіме құрастырып келесіңдер, және де оны бізге айтып бересіңдер. Келесі тапсырма. Олар еліміздегі қандай маңызды оқиғаларға қатысқандарын үлкендерден сұрап білесіңдер, және де оны да бізге айтып бересіңдер. Балалар, енді бүгінгі сабақта не түсіндіңдер, немесе не түсінбедіңдер, сабақ қызықты болды ма, әлде қызығушылықтарың болған жоқ па? Оны мына бұлт, күн және де бұлт артта тұрған күн арқылы, қима қағаздар арқылы сендер бағалайтын боласыңдар. Яғни кімге бүгінгі сабақта түсінбегені көп болса, бұлтты, сабақ өте қызықты болса, күнді, ал сабаққа қызығушылықтарын оянып келетін болса, бұлт артынан шыққан күнді көрсетесіңдер. Қанекей, мен сендерге бұларды таратып берейін. Қане бәріміз көтереміз. Өте керемет. Жарайсыңдар, бүгінгі сабақ көбісімізге түсінікті әрі қызықты болған сияқты. Ендеше балалар, сабақ аяқталды. Келесі сабаққа дайындаламыз.